YouTube арнамның көрермендері, бүгін мен сіздерге үй жағдайында коктейль жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге 150 грамм арбуз, ортасы дәнінен тазартылып алынған, және де 150 мл сүт, және де бір шай қасық бал қажет болады. Ал енді коктейлімізді жасаудың жолын көрсетейін. Ең алдыменен блендерге арбуздарымызды салып аламыз. Арбузымыздың үстіне натуральный мед болса өте жақсы. Енді мына магазиннің балы өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бар балды қолдана берсеңіздер болады. Енді осының үстіне мына сүтімізді құямыз. Міне осылай сүтімізді құйдық. Енді осының бетін жауып міне біздің коктейліміз дайын болды. Енді осыны алып стаканымызға құятын боламыз. Трубочка салып, балдарға ұсынсаңыздар болады. Міне осылай үй жағдайында балдарға жасап беріп, әрі пайдалы, үйдің сүтінен жасасаңыздар тіптен жақсы, ағзаларына витамин болатын коктейль үй жағдайында жасап көріңіздер.